bir жігіт үйленген екен, келіншегі 6 айдан кейін босанды. Ата-анасы өкпелеп, сен тупой бала, әлі тупой, әлі басың істемейді. Адам деген 8-9 ай 10 күн сондай уақытта босанады. Сенің әкелген келіншегің 6 айдан кейін босанды. Барып айтқан, жынды десе, 9 ай 10 күннен кейін босанады екен ғой. Неғып сен 6 айдан кейін десе, әйел айтты, білесің ба, мен роддомға сен апаратқанда алдымыздан бір мышық кесіп өтіп еді ғой. Мышық 6 айда босанады екен. Деп бар. Сондай екен ғой, 6 айда босанады екен ғой, папа, мама, менің келіншегіме сонша ұрыспыз. Әкесі, қатын, сен мына баланы роддомға кетіп баратқан кезде алдымыздан ешек кесіп өтпеп пе деп ұрысып жатыр баласына. Бір келіншек мышықты өте жақсы көреді екен, күйеуі жек көреді екен. Жаңағы мышық жек көретін соншалықты апаратта көшеге апарып тастайды, кесе үйінде жүреді. Басқа көшеге апарып тастайды, үйінде жүреді мысалы. Бір кезде жаңа басқа бір көшеге апарып тастайыншы деп әйелі жұмысқа кеткенде күйеуі мышық қалды да басқа микрорайонға апарып тастаған ғой. Сөйтіп келатып үйіне звонить ете салайыншы. Алло, не істеп жатсың? Мына мышық шөлдеп келген ғой, бір жерден жүгіріп келіп су беріп жатырмын. 5 мышыққа тебіріңді, 5 мен адасып кеттім деген екен. Бір жігіт, Темірлан жақтан бері қарай жаяу келатқан ғой. Самал үш жақтан бір иістер шығады түтіндер. Сүйреген кезде бір қиналып кеткен, неғылған иіс қарасана жерде бір шал от жаға отыр дейді тұрды. Ата бір жеріне сасып кеткен ғой. Балам отыр, ұзақ әңгіме айтып берем деп. Амал жоқ, шыдап отырған қасында. Шал айтып атайын, бұл жерде бұрын баймен кедей тұрған, байдың қызы болған, кедейдің баласы болған. Алайын десе ақша жетпей кедей барып байға, байеке қызыңызға үйленем, жақсы көрем, ұнатым. Бай айтты, тектен-тек бере алмайым мен саған қызымды. Анау 40 километр жерде менің бір өгізім бар, бұқам. 50 адамды сүзіп өлтірген. Соның қорама айдап кіргізсең, қызымды берем деп. Сөйтіп 10 күн, 10 түн ұйықтамай, бұқаны айдап кіргізіп, қоран алдында ұйықтап қап. Бай сөзді айтқан екен, сен мынау өзі мықты батыр жігіт болса да жалқау екен ғой, ұйықтап жатыр деп, қызым бермей қойыпты деген. Ата, бұған ана сасық иістің вообще қатысы жоқ қой десем, білмеймін, егердің бәрі гавно көл ғой, маған не деп бізі құршар деп құршар. Іш пісіп отырып отқан шағы екен, сол сияқты іштеріңіз пісіп